Армыстар 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы, студияда мен Жансая Қожахмет. Адам құқығы ең қымбат қазына. Біздің елдің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президент болып сайланғаннан бастап әділдік, әділ төрелік біздің сот жүйесіндегі ең маңызды тетік деп қашанда айтып келе жатыр. Ендеше бүгін біз дәл осы тақырыпқа сұхбат құрмақпыз. Сұхбатымыздың төріндегі бүгінгі қонақпен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы Жоғары сот кеңесінің мүшесі Ғафур Шаров мырза. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Сізді енді біз сот жүйесінде бұрыннан келе жатқан жан ретінде білеміз. Өзіңіз еңбек жолыңызды сот орындаушысы ретінде бастадыңыз. Қазір мына Жоғары сот кеңесінің мүшесісіз, е? Осы ретте айтыңызшы, бұрынғы заманмен салыстырғанда, қазіргі заман сот жүйесінде сот мәртебесі, судья мәртебесі өзгерді ме? Енді негізінен бұл сұраққа жауап берген жағдайда, негізінен біздің 30 жылдық тарихымызда Қазақстан өз алдына тәуелсіздік алғаннан бергі қоғамымыздағы барлық жақсы жаңалықтардың барлығы, біздің қоғамымыздың дамуы барлығы да қарқындап дамып келе жатыр. Ал енді сот жүйесін одан бөліп алу мүмкін емес. Ол енді 90-шы жылдардағы алғашқы сот жүйесі мен қазіргі күнге сот жүйесінің арасында үлкен алшақтық бар, айырмашылықтар көп. Қазір қалай? Енді қазіргі кезде бұрын сотқа, судьялыққа тағайындалу мәселелері бойынша тек қана компьютерлік тест тапсыру жолыменен өтетін еді. Одан бері қарай сапалы сот жүйесін қалыптастыру мақсатында 1995 жылдан бастап Жоғары сот кеңесі құрылды. Алғашқыда ол президент жанында консультативтік кеңесші орган ретінде құрылды. 2016 жылдан бастап дербес мемлекеттік автономдық мекеме ретінде құрылды. Енді өзіңізге белгілі 1 қыркүйек 2022 жылғы президент жолдауында Жоғары сот кеңесінің құзыреттерін кеңейту жөнінде тапсырма берді. Негізінен Жоғары сот кеңесінің мақсаты, қызметін атқарудағы мақсаты ол еліміздің президентінің сот жүйесін кәсіби сот жүйесін қалыптастырудағы қызметін атқаруға барлық мүмкіндіктер жасау. Яғни судьяларды, үміткерлерді даярлау, судьялық лауазымға кәсіби сай келетін мамандар тағайындау, конкурстық іріктеу, яғни сонымен бірге соттардың жауапкершілігін жоғарылату, осы мақсаттарда қызметті атқару жөнінде тапсырма берілді. 27 наурыз 2020 жылғы Қазақстан Республикасының соттар мәртебесі және судьяларының жөніндегі конституциялық заңға және Жоғары сот кеңесі туралы заңға Жоғары сот кеңесінің құзыреттерін кеңейту жөнінде өзгерістер енгізілді. Енді қазір күнге алатын болсақ, Жоғары сот кеңесі өзінің қызметінде ашықтық, жариялылықты басты мақсат етіп қолданып отыр. Яғни судьялыққа үміткерлерді алу және қызметке тағайындау мәселелері бойынша барлық ашықтық үрдісін жолға қойып отыр. Қазіргі кезде өзіңізге белгілі судьяларға үміткерлерді дайындау мәселесі Жоғары сот төрелік академиясымен жүзеге асырылатын болды. Ол және осы өткен жылдың 15 шілдесінен бастап Жоғары сот кеңесінің құзыретіне берілді. Ғафур Ханзолы, қараңызшы, әділ төрелік болу үшін судьялардың тәуелсіздігі маңызды. Осы судьялардың тәуелсіздігін, Жоғары сот кеңесінің судьяларының тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін қазір қандай жобалар, сол бағытта қандай шаралар жүзеге асырылуда? Судья тәуелсіздігі деген негізінен біздің ата заңымыздың конституцияменен және соттар және судьялар мәртебесі туралы соттар жүйесі және судьялар мәртебесі туралы конституциялық заңменен қамтамасыз етіледі. Ол заңға да өткен жаңағы 20-шы жылғы өзгерістер негізінде судьялардың тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында көптеген өзгерістер енгізілді. Оның бірі судьялардың сот төрағаларынан бағынышты болмауы, яғни қызметіндегі жоғары деңгейдегі сатыға болмаса жоғары лауазымға тағайындау барысында
соттардың төрағаларына тәуелсіз болмай, тікелей жоғары сот кеңесіне іріктеу конкурсына қатысып тағайындалу болып табылды. Сонымен бірге судьялардың өкілеттіктері ұзарту мәселесі, құрметті отставкаға шығу мәселелері, өкілеттіктерін ұзарту және тоқтату мәселелері осы айтылған заңменен өзгерістерменен жоғары сот кеңесінің қарауына берілді. Бұрын оның барлығы жоғары сот кеңесінің төрағасымен, жоғары сот төрағасымен атқарылатын еді. Сонымен бірге атқарушы органнан тәуелсіз болу мақсатында мемлекеттік қызметтер агенттігінің басшысы және әділет министрі жоғары сот кеңес құрамынан шығарылды. Жоғары сот кеңес негізінен қазіргі уақытта 15 мүшеден тұрады. Оның негізгі лауазымдарына байланысты мүшелер ретінде жоғары сот төрағасы, бас прокурор және сенат және сенаттың және мәжілістің тұрақты комиссияларының төрағалары және сол тұлғалар қатысады. Қалған тұлғалардың ішінде 8 тұрақты мүшесі, олар аудандық, облыстық және жоғары сот судьялары болып табылады. Сонымен бірге жаңа сіз айтқан ашықтықты жариялылықты қамтамасыз ету мақсатында біздің ғалымдардың және заңгерлердің, адвокаттардың өкілдері тұрақты мүше ретінде жоғары сот кеңесінің қызметіне қатысады. Олар да тәуелсіз сарапшы ретінде қарастырылады. Иә. Енді қараңызшы, Ғафур Хамзеұлы, қазір мына Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы заңды қарап отырсам, бұл жерде бірқатар өзгерістер бар екен, иә? Конституциялық заңға енгізілген судьялардың сот төрелігін атқаруда өрескел заң бұзушылықтарға жол бергендер үшін жауапкершіліктері туралы өзгерістер бар екен. Осыған кішкене тоқталып кетсеңіз, қандай өзгерістер бар осы ретте? Бұл өзгерістер ел президентінің тапсырмасымен жүзеге асырылды. Біздің өткен жылғы судьялардың 9-шы съезінде осындай тапсырмалар берілген ел президентімен. Сол тапсырмалардың көлемінде қазір заңға өзгерістер енгізілді. Бұрынғы қалыптасқан тәжірибе бойынша негізінен жоғары тұрған сатыдағы соттар, төменгі сатыдағы соттардың сот төрелігін атқару барысында заңды өрескел бұзушылыққа жол берген жағдайда өзінің сот қаулысында көрсетіп, ол соттардың не болмаса жоғары соттың пленарлық отырыстарында талқыланып, пленарлық отырыс шешетін еді. Судьяның жауапкершілігін мәселесін сот жүйесіне жолдау қажет па, қажет емес пе? Қазіргі кезде бұл өзгерісте барлық жоғары тұрған сатылардың сот актілерінде егер төменгі сатылардың судьяларының өрескел заң бұзушылыққа жол берген анықталған жағдайда, ол сот жүйесіне тікелей жолданатын болды. Яғни сот жүйе өрескел заң бұзушылыққа жол берген судьяның тарапынан тәртіптік жауапкершілікке тартылуға шара қолдануға жататын-жатпайтын мәселесін сот жүйе тікелей шешетін болды. Ал ол соттың пленарлық отырыстарының шешімдері ол ұсыныс есебінде ғана қабылданатын болды. Бұл негізінен жаңағы айтылған заң бұзушылықтарға жол бермеу, судьялардың сот төрелігін атқару барысында сапасын көтеру мақсатында жасалып отырған шаралар. Өзгерістер, иә? Енді өзгерістер демекші, тағы бір жағымды өзгерістердің бірі сот жүйесіндегі бұл аудандық сот төрағалары лауазымына сайлау арқылы тағайындау. Бұл үлкен өзгеріс болды. Қоғам арасында үлкен бір жақсы үрдіс деп саналды бұл мәселе. Осыған тоқталып кетсеңіз. Енді өзіңізге белгілі, қазіргі кезде біздің елімізде жергілікті әкімдерді сайлау жүйесі енгізіліп жатыр үрдісі. Осыған байланысты бұл жаңашылдық сот жүйесіне де келіп жетті. Өткен жылдың 1 қаңтарынан бастап аудандық сот төрағаларын сайлау жолыменен тағайындау деген өзгеше жаңалық енгізілді. Бұл өзгешеліктің негізі сол аудандық соттың төрағалығына судьялардың өздері жоғары сот кеңесіне өтініштерін береді, төрағалыққа тағайындау жөнінде. Аталған кандидаттар, үміткерлердің тізімі және біздің жоғары сот кеңесі жанында кадр резерві деген қалыптасқан институт бар. Ол жерде бұрыннан қызмет атқарып жүрген судьялар жоғары сот кеңесіне өздерінің арыздарын, өтініштерін беру арқылы кадр резервіне тұрады. Мысалға, аудан сот төрағасына, облыс соттың судьясына, алқа төрағасына, облыс сот төрағасына және жоғары соттың судьялығына.
Осы өтініштер негізінде егер аудан соттың төрағалығының резервінде тұрған тұлғалар болатын болса, аталған тұлғалар сол ауданның, мысалға бір облыстың, бір ауданның төрағалығына конкурс жарияланған кезде сол облыстың пленарлық отырысына қарауға жолданады. Сол жерде жалпы пленарлық отырыста барлық облыс судьяларына қатысқан пленарлық отырысында жаңа үміткерлердің барлығы дауысқа түседі. Ең көп дауыс алған тұлғалар, олар жоғары сот кеңесінде қаралып, солардың жаңағы кәсіби деңгейі, білім деңгейі, адамгершілік барлық жан-жақты қаралып, екшеліп текшелгеннен кейін жоғары сот кеңесінің отырысында дауысқа салынып, ел президентіне ұсыныс алады аталған тұлғаларды тағайындау жөнінде. Демек, оң өзгеріс болып жатыр, е? Бұл шаруаны оңтайландырды ма? Қалай ойлайсыз? Әлде бұрынғы қалпы дұрыс па еді? Бұл жаңа сіздің алдыңызда қойған сұрақпен сабақтас болып жатыр, сот тәуелсіздігін қалыптастыру жөнінде. Яғни бұл жерде дауысқа түскен тұлға үшін, үміткер үшін, басқа жаңағы жоғары тұрған соттың судьялары не болмаса төрағаларының ықпалы болмайды. Себебі енді жалпы дауысқа түскеннен кейін ең көп дауыс алған тұлға бірінші орында келеді ғой енді. Демек, бұл жемқорлықты да азайтады деуге саяды. Иә, жемқорлық сипатында көріністерге жол бермеу мақсатында алынып отырған сайлау негізінен енді қай жерде де сайлау үрдісімен жүзеге асқан шаралардың барлығы дұрыс деп есептеледі ғой енді. Тағы бір үлкен мәселе жас келсе іске деп жатамыз біз. Осы сот жүйесіне келгенде жас мамандарды, білікті, білімді кадрларды тарту қазіргі таңда қандай деңгейде? Жас судьяларды көру мүмкін бе қазір? Үлкен, тек аудандық емес, облыстық емес, Астанадағы, болмаса Алматыдағы, жоғары сотта? Жас судья дегенде біздерде судьялық үміткерлерді даярлау жаңа сот төрағалық академиясымен жүзеге асырылады, және сонымен бірге судьялық үміткер тікелей жоғары сот кеңесіне өтініш беру арқылы тікелей жолменен судьялық лауазымға үміткер ретінде қатыса алады. Яғни қойылатын негізгі талап ол Қазақстан Республикасының 30 жасқа толған азаматы 5 жыл заңгерлік өтілі бар, жоғары білімді заңгерлік білімі бар, және денсаулығы жағдайы сай келетін азаматтар судьялық лауазымға үміткер ретінде тікелей қатыса алады. Тікелей қатысқан жағдайда олар біздің мына мемлекеттік басқару академиясы жанында компьютерлік тестілеуден өтеді. Содан соң жаңағы эссе, кейс сатылары бар, содан соң психологиялық сұхбаттасу бар, содан соң барып іріктеу комиссиясыменен сұхбаттан барып барлық қажетті өзіне балдарын алғаннан кейін, яғни ұпайларын алғаннан кейін конкурсқа қатыса алады. Ал сот төрағалық академиясында ол жердегі бір ерекшелік, ол жерге де осындай кезеңдерден өтіп барып түседі, бір жыл оқиды, бір жыл оқығаннан кейін конкурсқа тікелей қатыса алады. Ғафур Хамзелұлы, қарап тұрсақ, сот болу, судья болу, анау айтқандай оңай емес. Иә? Енді біздің заңгерлердің арасында қалыптасқан мынандай бір нақыл тұжырым десек те болады. Заңгердің ең биік шыңы ол судья болу дейді. Енді мысалға әскерилердің ішінде генерал болу деп жатса, сіздерде сот болу, иә? Генерал болмаймын деген солдат емес дейді, сол айтқан сияқты бізде заңгерлердің ішінде де қалыптасқан сондай нақыл сөз бар. Расымен де адам құқығы өткен себебі біздің елімізде, күллі әлемде ең қымбат қазына болып есептеледі. Әмәнда сол себепті де сот мәртебесі жоғары болса, сотқа деген көзқарас жақсы болса, судьялар тәуелсіз болса, онда әділ сот жүйесі орнайды дегенге сенім көп. Сізге көп рахмет, уақыт бөліп студиямызға келіп, тұшымды ой айтып, бөліскеніңіз үшін айтар алғысым шексіз. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кеттік. Біз бүгін сот төрелігі, сот жүйесі және судья мәртебесі турасында әңгіме өрбіттік. 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасын көрдіңіздер. Аман болыңыздар.